Психологиялық ойын жаттығулар. Жұбын табу. Мақсаты топқа бөлу. Әрбір қатысушыға артқы жағында түйреуіш арқылы парақ қоса беріледі. Парақта жабайы жануарлар, үй жануарлары, су жануарлары және жәндіктер көрсетілген. Әрбір қатысушы өзінің тобын табуға тиіс. Әрбір қатысушы тікелей сұрақ қоюға тыйым салынады. Жоқ, иә деген сөздермен ғана сұрақтарға жауап береді. Қалпақтардың тарихы. Қатысушылардың қаншалықты ойлау қабілеті тез екендерін көрсетеді. Әрбір қатысушыға парақ беріледі. Сол парақта кез келген сөзді жазуы тиіс. Жүргізуші парақтарды жинап, қалпаққа салып, оны араластырып, қайтадан таратып шығады. Келесі ойынның тәртібі бойынша топ бойынша бөлінеді. Әрбір топқа қанша қатысушы бар, сонша сөз арқылы аз уақыт ішінде 1-1,5 минут сөйлем құрастырулары тиіс. Музыкалық аспаптар. Бірнеше топқа бөліңіз. Әрбір топтың топ басшысы берілген карточканы таңдауы тиіс. Ол карточкада қандай дыбыс жазылған: кря-кря, му-му, мә-мә, мяу-мяу. Соны топ бойынша белгі берілген кезде, яғни қандай түс берілген және сол түсті жасыл, қызыл, ақ, қара жүргізуші көрсеткен кезде дыбыстауы тиіс. Тобын дайындауға минут беріледі. Содан кейін жүргізушінің белгісімен ойын басталады. Бұл ойын қатысушыларды сергітіп, жақсы көңіл-күй сыйлайды. Түсті табу. Әрбір топтан бір қатысушыдан есік сыртына шығуы тиіс. Әрбір топ өзіне түсті таңдайды. Сыртта тұрған қатысушылар кезекпен кіреді. Әрбір топ өзінің жасырып тұрған түсін басқа заттармен немесе құбылыстармен бейнелеп берулері керек. Барлық топтың түсін тапқан қатысушыға тобына жақсы бал қойылады. Сабақтың соңында сергіту сәтімен аяқтайық. Қатысушылардың шеңбер бойымен тұрып, мен сені бүгін көргеніме қуаныштымын өйткені деп сөйлемді аяқтаулары тиіс. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа.